Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздерді көргенім үшін өте қуаныштымын. Және де сіздермен бірге доктор Алмат және де апта сайын мен осындай пайдалы ақпараттармен осы арнамда бөлісіп отыратын боламын. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Бұл осы қазақша контенттің дамуы үшін өте маңызды болып табылады. Және де бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз жедел тонзиллит, жедел фарингит және де ангина кезде біз антибиотик беру керекпіз бе, бермеу керекпіз бе? Осы жайлы нақты қысқадан нұсқа және сізге түсінікті тілде информация айтып өтетін боламын. Және де бұл сіз үшін пайдалы болады деп сенемін. Осы айтып өткен диагноздар, яғни ангина, жедел тонзиллит болсын, фарингит болсын, ол әр адам басынан өткен. Және де бұл аурулармен көбінесе адам жылына 2-3 рет ауырып тұрады. Егер иммунитетіңіз әлсіз болса, одан да көп ай сайын ауыруыңыз да әбден мүмкін. Және де осы ауырып жатқан кезде сізге антибиотик керек па, керек емес пе, соны білуіміз керек. Оны анықтау оп-оңай. Мысалы бізде осы острый тонзиллит болсын, ангина, фарингитті бізде бактериалды немесе вирусты инфекциялармен шақырылады бұл аурулар. Соны біз ажырата білуіміз керек. Егер сізде бактериалды инфекция болатын болса, онда сізге антибиотик керек. Егер вирусный болса, онда сізге вирусқа қарсы препараттар қолдануымыз керек. Егер сізде вирусты инфекция болып, сіз оған антибиотик қабылдайтын болсаңыз, ол ауаға кеткен ақша және де антибиотик деп есептеуімізге де тоже болады. Және де осы вирусты немесе бактериалды инфекция екенін ажырата білуіміз керек. Оны анықтау оп-оңай және сіздерге бөлісетін боламын. Мысал үшін, егер сізде мұрыннан су ағып, түш көріп, құрғақ жөтел және де тамағыңыз ауырса, тамағыңызды ашып қараған кезде тамағыңыз қызарған және әлсіздік, температура болады немесе болмауы да әбден мүмкін. Егер бұндай жағдай болатын болса, көбінесе бұл вирусты инфекциялармен шақырылған. Ал егер сізде бактериалды болатын болса, ол кезде тамағыңыз ауырады, жұтынған кезде ауырады әсіресе, тамағыңызды ашып қараған кезде, яғни осы бездер, миндалина бездері ұлғайған және де ол жерде ірің болуы мүмкін немесе болмауы да мүмкін. Ол тоже зависит от вашей иммунитета тоже. Плюс температура болады. Температура көбінесе 38-ден асады және де бұлшықеттерде ауру, буында әлсіздік сияқты белгілермен көрінуі мүмкін. Және де бұл осының бір анықтайтын бұл бір белгісі. Екінші белгісі, ол поликлиникаға барып, жалпы қан анализін тапсырамыз. Жалпы қан анализін тапсырған кезде, егер сізде лейкоциттер жоғарылайтын болса, сол жерде, онда бізде көбінесе бактериалды инфекция деген сөз. Ал егер ол жерде лимфоциттер жоғарылайтын болса, бұл көбінесе вирусты инфекциялардың салдарына осы лимфоциттер жоғарылайды. Осылай ажырата білуіміз керек болады. Тағы да бір үшінші диагностикасы, ол стрептотест. Арнайы аптекаларда сатылады, немесе Каспий магазиннен тоже алсаңыз болады. Стрептотест болады. Осы стрептотест арқылы сізде осы тамағыңызда стрептококковая инфекция, яғни бактерия бар ма, жоқ па, соны анықтауымызға болады. Осылай осы нақты үш қадам арқылы біз өзіміз анықтауымызға болады. Сізде вирусты немесе бактериалды инфекция. Соған қарай ол да ем тағайындалады. Әрине, әртүрлі дәрілік препараттарды алып өз бетіңізше ішуіңізге болмайды, себебі ол препараттар біздің бүйрегімізге немесе бауырымызға зиян тигізуі мүмкін. Бізге тоже әртүрлі пациенттер келеді, өз бетінше дәрілік әртүрлі препараттар қабылдайды. Қазіргі уақытта Қытай медицинасынан келетін әртүрлі бір қытайша жазылған дәрілік препараттар бар. Сондай дәрілік препараттарды ішіп, яғни хронический болезнь почек деп қояды, бүйрек зақымдалған. Яғни осындай аурулардың өзіне тауып алып, тоже келіп жатады. Осындай әртүрлі препараттар, түсініксіз препараттар ішу арқылы. Сол себепті қалай болса препараттар ішуге болмайды. Әрқашанда дәрігердің консультациясына жүгініп, сол арқылы біз антибиотик немесе вирусқа қарсы препараттарды алуымыз керек. Бактериалды инфекциямен шақырылған бізде острый тонзиллит, ангина кезде не үшін бізге антибиотик ішу маңызды? Себебі бізді көбінесе осы бактериалды инфекциямен шақырылған тонзиллитте стрептококковый инфекциямен шақырылады. Көп жағдайда бұл. Бұл стрептококковый инфекция бізде ревматизмдік аурулар шақырады. Мысалы үшін буынның аурулары және де жүрек аурулары, сонымен қоса бүйрек аурулар шақыру мүмкін. Әрине, бұл барлық адамда 100% после антибиотик ішпесе шақырылады деген сөз емес. Бұл сіздің иммунитетіңізге байланысты болады. Бірақ сіз енді ОРВИ-мен ауырып болғаннан кейін сіздің иммунитетіңіз мықты ма, мықты емес па, оны тоже өзіңіз біле алмайсыз. Сол себепті антибиотик ішудің маңызы зор бұл жерде. Бізге көбінесе жас пациенттер келіп жатады. Шағымдарын сұраған кезде осы аяқтары ісінген, мочасы қызарған, белі ауырған, температура жоғарылайды, немесе жүрегі ауырады, немесе буындар ауру сияқты белгілермен келеді. Сұрастырып қараған кезде көбінесе тоже
өздерінің анамнезінде айтылады, 2 апта бұрын немесе 1 апта бұрын осындай острый тонзиллитпен ауырған жайлы айтылып өтеді. Қан анализін тапсырған кезде барлық осы стрептококк инфекцияның асқынуынан шақырылған ауруларға сәйкес келеді. Біз өзіміз негізі бұл вирусты инфекция болсын, ОРВИ болсын, және де бронхит болсын, қатты мән бермейміз. Көп жағдайда біз самолечениемен ем қабылдап жүре бермейміз. Поликлиникаға барғанға уақыт жоқ, немесе онлайн консультация тоже алғыңыз келмейді дәрігерлерден. Солай біз самолечениемен айналысып жүре береміз. Егер самолечение тоже дұрыс болатын болса, ол әрине жақсы, нұр үстіне нұр, сіз жазылып кетесіз өз еркіңізбен. Ал егер ол жерде дұрыс емес болып қалған жағдайда, осындай бүйрек, жүрек және де буын ауруларының асқынуларына алып келуі мүмкін. Ал егер ол асқынулар пайда болатын болса, ол сразу кетіп қалмайды. Оны ұзақ уақыт бойы емдейсіз. Және де ол қайта емделіп кетсе, ол нұр үстіне нұр тоже. Емделмей хронический болып кетуі де әбден мүмкін. Сол себепті ондайға жеткізбес үшін осындай диагноз, мен айтып өткен 3 критерий бойынша сіз өзіңіз анықтап, сол бойынша уже антибиотик керек па, керек емес па, соны анықтауымызға болады. Және де осы стрептококк инфекциямен шақырылған осы тамақ аурулары, яғни острый тонзиллит немесе ангина кезінде қандай ем қолданамыз? Ең бірінші очередь бізде тамақты фурацилинмен немесе хлоргексидинмен тамағымызды шайқауымыз керек. Яғни суға араластырып, оны тамақты шайқаймыз. Күніне 5-6 рет немесе каждый 2-3 сағат сайын тамағын шайқай берсеңіз болады. Екінші ол менің сүйікті препаратым люголя. Яғни именно люголяның спрейін алып, осы именно 2 без бар ғой, ісініп тұрған, соған қарай шашамыз. Және шашқаннан кейін біз жатуымыз керек. Егер тұрып жүретін болса, ол люголяның барлығы ауыз қуысымызға келіп, ол ауыз қуысынан сілемейлі қабатын күйдіріп, тоже бұл адам ағзасы үшін бір неприятный бірдеңе алып келуі мүмкін. Чтобы сондай болмау үшін именно жатып, яғни шашуымыз керек. Және де где-то 20-30 минуттай жатып, содан кейін аузымызды шайып тастаймыз. Сосын қосымша біз антибиотик терапия тағайындауымыз керек. Көп жағдайда оны дәрігер сізге айтып өтетін болады, сізге антибиотик таблеткасы немесе уколын тағайындау керек екенін. Құрметті достар, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеуіміз керек. Әрқашанда өзіміздің ауруымызды дер кезінде емдеп жүрсек, ешқандай ауру болмайды. Сізге терапевт консультациясы қажет болатын болса, менің WhatsApp номерім негізгі страницада белгілі жазылып тұр. WhatsApp-ымды жазып консультация алсаңыздар болады. Барлық тақырыптар бойынша.